Сәлем достар, біз бүгін сіздермен past simple'дің екінші формасын өтетін боламыз. Алдыңғы жолы was, were формалармен өттік, яғни ол болу істігі өткен шақтағы нақты факт айтса, бұл жолы біз өткен шақта болып біткен бір істі баяндайды, яғни өткен шақта аяқталып қойған, соны үйренетін боламыз. Бұл бұрыс және дұрыс етістіктермен бірге жасалады. Формуласы subject plus verb ed, яғни verb ed дегеніміз етістіктің ed формасы жалғанады да, кеше біз regular форманы өткен бойынша. Ал verb to, яғни бұрыс етістік irregular форма бойынша. Кеше мысал үшін by, about деп үш түрлі формада өттік қой. Міне соның екінші формасымен жасалады екен. Көмек етістік did. Ал кеттік. Жіктелуі regular формда, яғни дұрыс етістікте ed жалғанады да. Мысал үшін I worked, мен жұмыс жасадым. Өткен шақта аяқталған іс-әрекет. Мен жұмыс істедім. You worked, we, they worked, he, she, it worked. Осылай жіктеледі екен. Яғни ешқандай да артықшылықтар жоқ. Жай ғана I worked, he, she, itға worked болып, барлығы бірдей өткен шақта қолданылады екен. Келесі irregular verb бойынша бұл жерде екінші формасын аламыз. Мысал үшін take, алу етістігінің екінші формасы took. Біз соның екінші формасын аламыз да I took, you took, we took, they took, he, she, it took болып жаза саламыз. Яғни оның қатты қиыншылығы жоқ, екінші формамен жазылады. Ал үшінші формада ол көбіне perfect, present perfect, past perfect осы шақтарға қолданылады. Ал енді негатив форм, irregular verbs, яғни дұрыс етістікте негатив формы I didn't work болады. Неге work деп айтпаймыз? I didn't work деп неге айтпаймыз? Себебі work'тың ed жалғауы did формасына ауысып кетті де, яғни I didn't work болады. You didn't work, we didn't work, they didn't work. Яғни мен жұмыс жасамадым, сен жұмыс жасамадың, біз жұмыс жасамадық. Өткен шақтағы аяқталған іс-әрекет жұмыс жасамаған ол. Өтіп кетті да, болды. He, she, it didn't work. Осылай жіктеле салады екен. Өте оңай past simple. Ал irregular verbs'тің жіктелуі негатив формада. Subject, міне көріп тұрғандарыңыздай формада did not плюс, яғни verb one, бірінші формасы келеді екен. Irregular verbs'тің, яғни I didn't take, мен алған жоқпын. Бұл формула бойынша, I didn't take, мен алған жоқпын. You didn't take, ол алған жоқ. He, she, it didn't take. Осылай жалғанады екен. Ал енді сұраулы түрінде did, яғни көмек етістік бізде сұрақ қойған кезде үнемі алдына шығып кетеді де. Did I work? Worked болмайды бұл жерде work. Себебі ed алдына шығып кетті did болып. Did you work? Did we work? Did they work? Did he, she, it work? Жауаптары. Did you work? Yes, I did. Did they work? Yes, they did. Бұл жауап беріле салады екен. Ал did he work? Егер негатив формасы болса, no, he didn't. No, she didn't. No, they didn't. Осылай жауап беріледі екен. Жалпы осы достар өте оңай. Мынау да дәл сондай. Did I take? Did you take? Did we take? Did they take? Did he, she, it take? Осылай бірінші формасыменен did алдына шығып кетіп, сұрақ осылай қойылады екен. Жауаптарды белгілі. Yes, I did. No, I didn't. Yes, he did. No, she didn't деген сияқты жауаптарменен жауап береміз. Regular and irregular формалар арқылы осылай жасалады екен достар. Ал енді мен сіздерге осы білімдеріңізді past simple бойынша тексеру үшін төменге сілтеме тастап кеттім. Ол жерде сіздер past simpleге байланысты онлайн тест тапсыра аласыздар. Сілтеме описаниеде тұр. Яғни сол жерде сұрақтар болады, сұрақтар жауап бересіздер, жауап автоматты түрде шығады. Өз білімдеріңізді тексеріп, білімдеріңізді арттыра беріңіздер. Бұйырса келесі сабақ бізде
past continuous сабағы болады. Осы сабақты көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сау, сәлеметте болыңыздар.